Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2 сынып 16 сабақ, тақырыбы менің отбасым біздің әулет. Бірінші тапсырмада сөз жұмбақты шеш, туыстық атауларды есіңе түсір. Отан отбасынан басталады. Әкеңнің әкесі ата, сен әкеңе кім боласың? Бала, мейірімді жан, ана, ағайынды адамдар бір-біріне туыс, ұлдан кіші қыз бала, қарындас. Сонда балалар, біздің жинақтаған ортасында сөз отбасы. Отбасы адамның әлемдегі ең сенімді баспанасы, қорғаны және қиындықта демеу болатын, қуанышта бірге қуанатын, жақын жандарының ортасы. Үйдің жылылығы қабырғасымен емес, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімділігінен өлшенеді. Отан отбасынан басталады дейді халқымыз. Адам бойында ең алғашқы адами қасиеттер әдептілік, үлкенді сыйлау, еңбекқорлық, отанды сүю ең алдымен отбасында қалыптасады. Екінші тапсырма, өлеңді түсініп оқы. Біздің әулет. Авторы Бейсебай Кіріспайұлы, балалар ақыны. Алақаны аялы, анам бар жаным саялы, кешіре білген кінәмді, әкем бар менің шыдамды, шалғы тартқан шалғында, ағам бар менің алдымда, жақсылыққа талпынған інім бар ерген артында. Балалар, сендердің осындай неге үлкен отбасыларың бар, е? Өлең не туралы? Өлең автордың тату-тәтті отбасы, яғни әулеті туралы. Мұнда отбасы мүшелерінің анасының, әкесінің, ағасы мен інісінің жақсы қасиеттерімен олардың бала өміріндегі орны жылылықпен сипатталған. Анасы алақан аялы, жаны саялы, қамқоршы, әкесі баласын кешіре білетін шыдамды тірегі, ағасы еңбек етіп алдында жол көрсетіп жүрген үлгісі, інісі жақсылыққа талпынып артынан келе жатқан бауыры. Негізгі идеясы отбасы құндылығы, татулық пен жақындарына деген сүйіспеншілік. Балаларды өз әулетін, ата-анасын және бауырларын сыйлауға, олардың қадірін түсінуге шақырады. Отбасында кешірімділік, шыдамдылық және бір-біріне деген мейірімділік әрбір адам үшін ең үлкен бақыт екенін ұғындырады. Үшінші тапсырма, әулет сөзіне мағына жуық сөздерді жаз. Әулет сөзіне мағына жуық сөзі отбасы, үй іші, әулет, бір атадан тараған үлкен бір отбасы, туыстар тобы дегенді білдіреді. Өз отбасым туралы бірінші әңгіме. Менің отбасымда 5 адам бар. Біз тату-тәтті, бірге тұрамыз. Демалыс күндері барлығымыз бірге қыдырамыз және демаламыз. Немесе менің отбасымда әкем, анам, бауырларым және мен бармын. Біз өте тату және бақытты тұрамыз. Демалыс күндері ата-анама көмектесемін, бірге серуендеуге шығамыз. Балалар, суретке қарайық. Яғни өлеңнің аты немере. Неге әжесі не істеп тұр мына жерде? Кішкентай немересінің шалбарын үтіктеп тұр. Яғни әжейдің шаршағанын байқауға болады. Ендеше өлеңге назар ал. Әжетайым қайда менің? Мектебіме бармақ едім. Күйдірермен бармағымды, үтіктеші шалбарымды, деп жалында немересі, жауымның шебер осы, кеткен әже 70 асып, түрегелді белін басып, жүре беріп белім деді, бірақ өзі ерінбеді. Шалбарды алып, шаңын қағып, үтіктеді барын салып. Балалар, өлең не туралы? Өлең немересі мен әжесінің арасындағы қарым-қатынас. Яғни әженің немересіндегі шексіз мейірімі туралы екен. 70-тен асқан әже белі ауырып тұрған немересінің сөзін жерге тастамай, ерінбестен шалбарын үтіктеп тұрғанын байқауға болады. Негізгі идеясы қарттарды аялау керек, әженің мейірімділігі, немереге деген қамқорлығы, сонымен қатар балаларды үлкендердің еңбегін түсінуге шақыру. 5-ші тапсырма, өлеңді түсініп, суретті қара сөзбен әңгіме. Кішкентай немересі әжесіне келіп, әжетайым қайда мен деп сұрайды. Оның мектепке барғысы келеді, бірақ киетін шалбар үтіктелмеген. Ол бұл кісі іске кіріссе, күйдірермен бармағым деп, яғни бармағын күйдіріп алам деп қорқады. Сондықтан немересі өзінің мектепке баратын шалбарын үтіктеуді өтінеді. Осындай сөздермен немересі әжесіне жалынады. Бұл баланың жалыну да бір өнер. 70 жасқа келген әжесі шаршап, дем алып жатқан еді. Немересінің өтінішін жерге тастамай, орнынан тұрып, белінің ауырғанына қарамастан, шаңын қағып, кішкентай немересіне шалбарын үтіктеп береді. 6-шы тапсырма, баланың орнында сен болсаң не істер едің? Иә, баланың орнында мен болсам, жасы 70-тен асқан, белі ауырып тұрған әжеме салмақ салмас едім. Мектепте киетін шалбарымды кешкісін өзім дайындап қояр едім. Немесе үтік басу қалыпты болса әжеме, әжетай, сіз демалыңыз, мен шалбарымның шаңын өзім қағып тазалап кие беремін дер едім. Сонымен қатар әжемнің белі ауырмау үшін оған су әкеліп беріп,
көмектесер едім. 7-ші тапсырма жалқаулық қамқорлық тақырыбына оқиға ойластырды. Арман мектептен келіп сөмкесін тастай салды. Анасы оған: балам, киімдеріңді жинап, сабағыңды оқы деді. Бірақ Арман қазір сәлден соң деп кешке дейін телефон қарап отырды. Кеш батқанда сабақ оқуға үлгермей, таңертең мектепке киетін жейдесінің үтіктелмегенін көрді. Ол өзінің жалқаулығының кесірінен сабаққа кешікті. Кейбір де ретсіз болды. Содан кейін Арман ешқашан да істі кейінге қалдырмайтын болды. Қамқорлық. Бірде Аружан үйге келгенде әжесінің басы ауырып төсекте жатқанын көрді. Ол дыбыс шығармай бөлменің жарығын басып қойды. Әжесіне жылы шай демдеп әкелді және дәрісін ішуге көмектесті. Содан кейін үйдегі шашылып жатқан ойыншықтарды өзі жинап, тыныштық сақтады. Әжесі оянып, немересінің бұл қамқорлығын өте риза болып, оған батасын берді. Балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.